достарым. Бірінші рет көріп отырмыз сіздерді. Қандай керемет жансыздар. Сатты болған сияқты ғой. Қиналып түстік ана жерде ше, қараңғы көрінбейді. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Бұдан жас кезімізде просто қараңғыда көретін едік қой. Иә, енді динозаврлауымыз сәл. Иә, сәл андай. 20-25 жобасы. Біз бұл жобаның аясында көптеген әлеуметтік, психологиялық, коммуникациядағы мәдени мәселелерді, өзекті мәселелерді талқылаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жазыңдар, балалар. Жаңа жолдан бастаймыз. Жаңа жолдан бастаймыз, балалар, жазыңдар. Біз бүгін жалпы отбасы құрудың алдында не нәрсені ескеру керек, қалай дайындалу керек отбасылық өмірге, осы мәселені талқылаймыз. Өзіміздің ойымызды, позициямызды айтамыз. Неліктен? Өйткені біздің ойымызша, қазіргі енді ең үлкен проблемалардың бірі бізде әлеуметте көп қолданады, осы тақырыппен манипуляция жасаған жақсы көреді ғой бізде. Қазақстан ажырасудан екінші орында екен, кім кінәлі? Роза Коуч кінәлі деген сияқты. Мысал үшін осындай қорқынышты, осындай нелер бар. Жалпы ажырасулар бұл факт-чекинг жасалған нәрсе. Ажырасулардың саны бізде неге көп? Ол өйткені бізде жалпы үйленудің саны көп. Коэффициенте разводы они равные. Не так, чтобы бәрі жабылып ажырасып жатыр деген мәселе емес та. Кішкене статистиканы толығымен қарау керек. Бірақ сонда да әрине отбасы құрылғаннан кейін ажыраспаса деген бәріміздің тілегіміз бар, үмітіміз бар. Әрбір отбасы берекелі болсын дейміз. Сондықтан да отбасы құрмас бұрын қандай шарттарды ескерген дұрыс, нені сөйлесуіміз керек? Не нәрсеге соқыр ғашық болып, миымыз айналып, деп үйреніп алғаннан кейін бетіне баса бермесеңіз. Сөйтіп, жалпы риск менеджмент қой, біздің жұмысымыз риск менеджмент, осы мәселелерді талқылау, осы жерге келіп отырған сіздерге пайдалы болсын, және қосымшада көріп жатқан біздің көрермендерге пайдалы болсын деген ниетіміз бар. Ехала. Сонымен, енді мысалы мынандай нәрсе ғой, біз жиі айтамыз, бұның барлығын үйленгенге дейін келісіп алуларыңыз керек еді деген нәрсені жаңағы. Баланың тәрбиесі, кім қанша табады, кім үйде отырады, кім декретке шығады, тағы не бар, қандай айлық мені қызықтырады, сосын қонаққа қанша рет айына барамыз деген сияқты нәрселерге дейін негізі барлығы сөйлесіп алыну керек. Сол туралы айтқан кезде, енді біздің қоғамда бір кішкене мынандай нәрсе бар. Нақты кез келген нәрсеге инструкцияны қалап тұрады. Андай болады ғой, телевизор сатып аласыз, и оны ашасыз да бірінші кезекте әуелі оны қосып көресіз, сосын ол істемеген кезде барып настройкасын қарайсыз деген сияқты. Вот тура солай бізде бір құжат сұрайды барлығы. Бұның барлығы бір жерде жазылу керек еді ғой, бұның бәрі айтылу керек еді ғой. Бұл неге бізге айтылмады, біз неге бұл туралы білмедік, неге мен оны үйленгеннен кейін ғана біліп жатырмын деп. Және ол тек қана қыздарда ғана емес, ол жігіттерде де бар ондай проблема. Өйткені өкінішке қарай біздің заманауи осыған дейінгі де неде біздің қоғамды солай еркектерді де әйелдерді де үйретіп тастады. Некеге дейін бір-біріңменен жаңағы жақсы болып көрін, әдемі болып көрін деген нәрсені үйретіп тастады да, жаңағы қылықты болып көрін, көп табатын болып көрін, бай болып көрін. Сосын үйленгеннен кейін ол көріндердің барлығы енді ашылады ғой, сен неше күн бойы, 365 күн бойы олайнан көріне алмайсың, бәрі ашылады. И сол кезде жаңағыдай сюрприз деген кезде қалай өзіңді өзің ұстауың керек, алдын ала неге келісіп алу маңызды деген нәрсені бүгін бастан аяқ талқылағымыз келеді. Мен бір танысым нақты енді сонда нені сұраймыз дегенде, мен айттым, бірінші кезекте егер шын мәнінде міне үйленейік деп жатырмыз, все уже жаңағы қолына жүзігін салды, я сказала да. Я сказала, я сетес деп жаңағыдай пантовать етіп бәрін салдың, бәрі білді. И сол кезде қандай сәттерді сөйлесу керек деген кезде мен айттым, бірінші кезекте ажырасқан кезде біздің жағдайымыз қалай болады деп сөйлесем, құрбым таң қалды кәдімгідей. Қалай мен сонда үйленбей тұрып, мен уже ажырасуды үйреніп алам ба деп, сұрап алам ба деп. Бірақ ол өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Өйткені сіздің жаңағы осы уақытқа дейін кездесіп жүргенге дейін білдім деген адамыңыздың шынайы бейнесі ажырасу процесінде ашылады негізі. Кәдімгідей оның шынайы бейнесі ашылады. Оның агрессиясы, оның жаңағы әрбір жаңағы мелочтарды, іштарлығы, санасатыны барлығы сол кезде ашылады. Сол үшін
егер адекватты жұбыңыз болатын болса, адекватты партнеріңіз болатын болса, онымен бірінші кезектегі сөйлесетін мәселе, иә, өмірде әртүрлі нәрсе болуы мүмкін. Ертең екеуміздің келіспей қалатынымыз болуы мүмкін. Сол кезде ажырасу болуы мүмкін бізде. Мен оны қалап тұрған жоқпын, бірақ болашақта сізді басқа мүмкінсіз басқа біреуді жақсы көріп қаласыз. Сондай жағдайда біздің ажырасу процесінде қандай нәрселер болу керек? Балаға жаңағы алимент беру. Қой, ондай айтпа. Жаман айтпа, жақсы жоқ. Ондай айтпа, никогда. Біз ондай болмаймыз. Ондай болмаймыз біз деген әңгіме болады ол. Иә. Это в первую очередь триггерит қыздарды да, жігіттерді особенно триггерит. Потому что, в целом, ажырасу ешкімге ұнамайды ғой. Бірақ ол туралы еркін сөйлесе алу, это нормально. То есть обсуждать это без обид на друг друга. Мысалы, жігіт жүріп жүрген жігіттің саған ажырасқан қыз емес, жігіт қойсын оны кезде. Как ты мог? деген сияқты. Мен саған тием деп жүргенде сен маған сондай әңгіме айттың деген сияқты осылай да болуы мүмкін да. Бұл дегеніміз не? Егер үйленердің алдында әлде бір тақырыптарды ашық сөйлесе алмасаңыздар, может вам еще рано жениться? Вот, сол ғой. Өйткені ойлаңызшы, сіз ол адамменен саналы түрде 365 күн, 24/7 сіз ол адаммен сіз өміріңіз, ойлаңыз, сіздің осы уақытқа дейін жаңа 20 жыл, 25 жыл, 30 жыл жүрген өміріңіз бірден 180 градусқа өзгереді. И сіздің өміріңіздің параллелінде басқа адам пайда болады. Сізбен бірге бір жаққа бағытқа кетіп бара жатқан. Ол екеуіңізде қиыншылықтар болып жатқан кезде сіздер ол нәрсені әңгімелесе алмасаңыздар, сіздер ол нәрселерді ашық сөйлесе алмасаңыздар, ол нәрсені айтуға қорықсаңыздар, ол нәрсені айтуға ұялсаңыздар, ол нәрсені айтуға ренжітіп қоямын, оның жаңағы осал тұсына тиіп қалам деген нәрселер сияқты болатын болса, онда уже не то. Өйткені сіз ол адамға сенуіңіз керек 100%. Еркек те, әйел де солай. Бірақ өкінішке қарай бізде жаңағыдай жақсы сөз жарым ұрыс, ажырасу туралы айтпай қояйық. Сен де осы жамандық шақырып, жаңа жылан жұмыртқаласын. Жаңа жылан жұмыртқаласын деген сияқты. Сосын мынандай нәрсе, баланың санын сөйлесіп алыңдар десем, қыздар кәдімгідей күледі. Бұйырғанын көреміз деп айтады дейді. Кому-то стало смешно, да. Как это бұйырғанын көреміз? А если бұйырмаса ше, мысалы, ол да жағдай болып қалуы мүмкін ғой. Болмайды, денсаулығыңыз келмейді, мысалы, екеуіңізде болмайды. Сондай жағдайда қандай нәрсе болады? Даже бывает, денсаулығы да кетеді, бірақ совместимость жоқ. Иә, ондай да болады. 10 жылдап, 15 жылдап кәдімгідей бір-біріне үйрене алмай, мысалы, андай көп жағдайда суреттеп жатады, солай 12 жылдан кейін бөпеміз пайда болды, ол жаңа Құдайдың берген сый деп, просто сен 12 жылдан кейін совместимость пайда болды просто. Өйткені әр 12 жыл сайын қанның ауысатыны бар. Ол нәрсені оны дәрігерлер біледі, мысалы, ғылымда дәлелденіп қойған нәрсе. Бірақ оны біз жаңағыдай бір тылсым күшке қарай итеріп тастаймыз да, жаңағы ғылым білімнен. Он нәрсенің барлығы ақылдасу керек. Ертең біз жаңағы бұйырса болмай жатса не істейміз? Бала жаңағы ерекше нелермен, диагнозбенен туса не істейміз? Кім жауапкершілік алады? Егер сіз аяқ астынан жаңағы біреуіміз, екеуміз жұмыссыз қалып жатсақ, болады ғой ондай жағдай. Экономикалық кризистер, табиғи апаттар, карантиндер, бәріміз білеміз, 2020 жылы қаншама адам просто так жұмыссыз қалды, 42.500-ге қарап қалды, мысалы, былай қарап тұрса. Сондай жағдайларда біз не істейміз деген сұрақты ашық, анық қоя алу өте маңызды. Роза айтқандай, күшті ойнап бергендей, ескертіп қояйын десе. Жоқ, ондайға уайымдама. Құдай сақтасын. Бізде қазақтың ең работающий страховкасы бар. Құдай сақтасын деген страховка. Құдай сақтасын, ты что? Сақтамаса не болады деген сұрақты қоя білу керек деп ойлаймыз. Тағы да қандай мәселені? Жалпы жаңа Перизат дұрыс нәрсе айтып жатыр да, бізде қазақ жалпы тойды өлтіреміз ғой біз деген. Ой, ат жаптырамыз, көкпар, тойда бәріміз 100 жыл күйеу, 1000 жыл құда, ау да, ажырасқан кезде как мы ненавистно разводимся, никогда сен оданмен сүйіспедің, никогда жатпадың сен онымен, сен оған сүйем деп айтпадың, как будто никогда ненавижу, түрін көргім келмейді деген сияқты. Неге бұл әңгіме пайда болады? Неге да? Өйткені жаңа айтқандай, жалпы айтылмаған нәрсе. Вот все, что не договаривается, некеге дейінгі айтылмаған нәрсе, келісілмеген нәрсе, ертең сіздің ажырасуыңыздың себебі болады. Бірінші себебі болады. Айтылмаған, келісілмеген нәрсе, ажырасудың, кикілжіңнің, төбелестің себебі болады. Мысалы, 20 жыл тұрса да, күнде осы проблемасы шешілмейтін отбасылар болады.
бірақ 20 жыл конфликт бар, бірақ проблеманы шеше алатын, определенный бір келісімге келе алатын, бір-бірін түсінісе алатын адамдар бар. Вообще конфликт жоқ, осы ләм-мим деместік деген нәрсе өтірік ол. Конфликт в нормальных семьях он должен быть. Бірақ конфликт мынандай да, конфликттің шешімі болу керек. Келіспедіңдер, ұрыстыңдар, біраз жаңағыдай ыдыс-аяқ сылдырлауы мүмкін, это окей, нормально. Бірақ содан кейін сол проблемаға алып келген себепті бірге отырып шеше алу, сол проблемадан шығу, это нормальное, здоровое отношение. А так біз вообще ұрыспаймыз. Маған когда приходит, говорит, біз күйеуімізбен вообще ұрыспаймыз. Сондай душа в душу деген кезде мен сәл сомнениемен қараймын да, потому что нормальные люди ругаются. И это нормально. Тиш деп отырасың ба? Ол өтірік. Значит, сендер бір-бірлеріңмен сөйлеспейсіңдер деген сөз. И вам пофигу, вы как соседи живете, лишь бы, да, и жасыратын әңгімелерің көп деген сөз. Нормальное здоровье семья. Вы ругаетесь, вы конфликтуете, вы обсуждаете. Некеге дейінгі әртүрлі келісімдерді келу, әртүрлі тақырыптарды талқылау, ол одан кейін некеден кейін бәрі тыныш болады деген мәселе емес. Ну, вы хотя бы бетің ашық. Вот бір-бірлермен бетің ашық сөйлескен кезде тақырыптардан қорқпайсыңдар. Бірінші менің енді перизат жаңағы ажырасуды сөйлесу керек деген, ақшаны сөйлесу керек. Ақшада дүрген. Ақшаны сөйлесу керек. Ақша мәселесі көп нәрсені шешеді. Жалпы статистика бойынша қаржылық проблемалары аз отбасылар берік болады. Ол факт. Ол кез келген зерттеуде көрсеңіздер болады, ол жерде баланы қалай асыраймыз, не жейміз деген проблемасы аз отбасылар, они более счастливо живут. Қазір егер осы отрывок тиктокқа кететін болса, астында оттай береді. Осыларға отыра беріп, оттай береді осылар. Осы неше жыл тұрдық, қатқаннан мен су жеп, ешкім ештеңе деген жоқ, бақыттымыз дейтіндер бар да. Неправда это. Все хотят жить в комфорте, ақшалы болу, және қаржы мәселесінде төбелеспеу бұл өте маңызды. Ол бала тәрбиесіне де маңызды. Өйткені үйінде ақша үшін көп ұрысқан отбасыларда, туылған балаларда ақшамен проблема болады. Ол факт. Поэтому, если вы хотите үйленсеңіздер, отбасыда балаларға жақсы тәрбие бергілеріңіз келсе, алдын ала конфликт мәселесі шешілу керек деп ойлаймын. Және ақша мәселесі шешілу керек. Мәселе, кім жұмыс істейді? Екеуміз де жұмыс істейміз ба? Мен жұмыссыз үйде декретте отырған кезде табыс көзі қалай болады? Қайда тұрамыз вообще? Бізде ең үлкен қазақтың проблемасы қайда тұрамыз? Number one. Бірінші проблема кәдімгідей. Кіммен тұрамыз, қалай тұрамыз, қайда тұрамыз? Ата-енемен тұру бір жағынан ақша жинауға өте жақсы көмек. Өйткені бір жыл площадьте аренда төлемейсің. Вопрос, где они живут? Жұмысы жоқ, районда тұрса, оның смысла нету. Қаншама қазақ отбасылары бар, оқуды бітірді, умнички, да? Екеуі болашақпен шетелге барып оқып келді. Мықты, это мега мозг. Бірақ әке-шешесі ауылда тұрғаннан кейін ауылда жұмыс істейді олар. Когда такие мозги нужны в городах, в больших корпорациях, можно много зарабатывать. Да, көп ақша табуға болады, бірақ та просто ата-ананың еркелігі мен тәлпіштігінің кесірінен им приходится ауылда, сол немен максимум мұғалім болады. Прикиньте, болашақта оқып келіп, сен мұғалім боласың, да, мысалы үшін. Хотя ты можешь управлять бизнесом, ты можешь делать проекты, өте көп экономикаға, әлеуметке үлес қосуға болады. Сондықтан ақша мәселесімен қайда тұрамыз? Мен декретте отырған кезде не нәрсеге тамақ жейміз? Балаларды университетке қалай дайындаймыз? Да, вы еще не әлі төсекке жатқан жоқсыңдар, бірақ балалардың болашақтағы университетте оқуы және қазір оқудың қымбат тұратынын сіздер есептеулеріңіз керек. Мектеп қымбат, садик қымбат. Біз есептедік, примерно даже бір средний садикке, средний платный болғанның өзінде де қатты қымбат емес, региональный мектептің өзіне барғанның өзінде бала мектеп бітіргенше 50 миллионнан жоғары ақша құртасың бір балаға, мектеп бітіргенше. Больше 50 миллионов. Дети стоят дорого. Простите, что я это говорю. Бала ол бағың, бала ол өмірдің қуанышы, ол ағат, бала ол бақыт. Да, и бала плюс ол қаржылық шығын. Просто сол жеріне келген кезде біз уже естімей қаламыз. Да, бала ол қаржылық шығын. Төсекке ойланып жату керек та, сол үшін ше. Я что ругаюсь-то қыздармен, сол үшін бар ғой, да кішкене ойлансаңдар, есептесеңдер, что может быть, вот иногда приходится мужа ставить перед фактом, я беременна. Планировали, не планировали, да, мысал үшін. Ну здесь мужчина тоже виноват. А почему он сам не отвечает за свой продукт? В жерде, мынандай мәселе ғой, да, бронежилет алған дұрыс па? Или холостыми стрелять лучше?
Да, тут физически правильно, когда мужчина предохраняется. И вы планируете, да, а бізде көбіне ол міндет әйелге жатады. Әйелге приходится спираль ставить. Спираль – это абортивное средство. От этого организм женщины очень сильно устает. Если вы хотите, чтобы женщина была долго молода, чтобы она могла родить в любом возрасте, она не должна ставить спираль. Мужчина должен предохраняться, да. Осындай мәселелерді сөйлесу керек. Өйткені бала туу ол шығын. Давайте еще раз я скажу. Бала туу шығын. Біз жылдан жылға экономикалық тұрғыда қазір көріп жатырмыз да. Мемлекет қандай бағдарламалар беріп жатыр. Иә, грант мәселесі бар. Грантқа жаңағы төбелес балалар бейшаралар. Ана енді кезде біреу құлап, біреу талып, ата-аналар жылап. Сол стресс болмау үшін балаға лучше сразу подготовьтесь, чтобы он платно учился. Я ол үшін сен мектеп кезден ақша жинайсың да, ол 11-ден кейін түсіп кетті грантқа. Түспесе сол ақшасына, егер өз күшімен түсіп кетсе, жинаған ақшасына пәтер алып бересің. Хорошо же? Ну, это надо считать же. Бала өзімен өзі адам болып кетпейді. Мы же как думаем? Мы же, типа, Құдай жеткізеді. Құдай береді. Да, не анау, бір жусан там. Иә, бір түп жусан артық шығады. Басынан бастап айт. Бір қозы артық туса, бір жусан артық шығады. С детьми это не работает. Да. Это ол қозыға работает. Бірақ сендер қозы тумайсыңдар. Сендер адам туасыңдар. Адамға айта, адам жусан жемейді. Понимаете? Жусаннан аллергия бәрі. Да. Аллергия. Поэтому нет, это не работает так. Ақша мәселесі ол бала саны, ақша мәселесі ол тұратын жер, ақша мәселесі кім жұмыс істейді. Мен андай өте самоуверенный жігіттерден қорқам. Өзім асырайым. Қатын деген не, үйде бала тәрбиесімен отыру керек болды деген. Өзім асырайым деген сияқты да. Жоқ, екі жарымда максимум 3-те баланы садикке беруге болады. Отбасыда кіріс бір ғана адамнан болатын болса, бұл үлкен риск. Біз ана кімде, Әйгерім Есенәлінің тату-тәттісінде, ана бір жігіттен қылқым ғой мен прямой эфирде, естерінде ма? Жоқ, мен ауырмайым, мен өлмеймін. Әйелі жұмыс етпейді. Я говорю, сіз ауырып қалсаңшы? Жоқ, мен ауырсам да, мен паралич болып жатсам да жұмыс істеймін дейді. Менде бүкіл прививка бар деді. Иә, мен ауырмайым. Өліп қалсаңшы? Машина басып кетті, мысал үшін де. Өлмеймін деді ма? Вот, Құдай сақтасын. Понимаешь? У нас страховка есть, Құдай сақтасын деген сияқты. Яғни риски, отбасыға кіріс ешқашан бір жақты болмау керек. Екі жақты болу керек. Және бұл не үшін керек? Мысалы, біз келесі жылы, біз күйеуіміз үйленгенімізге 20 жыл болады. Анан қара. 20 жыл болады. Вы такие молодые. И 20 жылда біздің басымыздан әртүрлі нәрсе өтті. Оның жұмыс істемей қалған кезі болды. Менің жұмыс істемеген кезім болды. Біз егерде осындай рискті алдын ала айтпасақ, оған келіспесек, біз қырылып өлетін едік сол жерде. Сен айтқасын, өлмеймін деп, мені асырайын деп айтқасын деген сияқты басталады да, понимаете? Надо понимать, ол өмірге, үлкен өмірге бірге кетіп баратқаннан кейін бұл рисктардың бәрі сөйлесілу керек, айтылу керек, ашық, ұялмау керек ол тақырыптан. И есептелу керек. Примерные расходы, айына қай жерде тұрамыз, оның арендасы қанша, коммуслуг қанша, общий вот так вот бір Excel ашасыңдар. Excel-ге бәрі жазылады, коммуслуг бәрі. И бірге қарайсыңдар. Мынандай болады да, раздельный бюджет, я не против раздельного бюджета отбасыларда ше, когда әйелде еркекте әркім өз ақшасын не істейді. Бірақ көбіне қателік не? Мынандай общий жаңағы Excel жоқта, әркім өзінің ақшасын жаратқан кезде, вы бір документте көрмейсіңдер кім қанша құртып жатқан. Өте көп жағдайда әйелдер асығып өздері құртып төлеп тастайды да, и қарап отырсаң бүкіл коммуслуг бар, садик бар, анау-мынаумен женщина больше отдает. А мужчина думает, бәрі тамақ бар ішінде, бала барып жүр садикке, все нормально же деген сияқты. Поэтому вот этот вот общий Excel документ ашылады да, общий семейный расходы жасалады, соған 50-50 салатын болсаңдар, қалған артығын әркім өзінің қалтасына салсын. Так тоже можно. А можно не так. Но где общий бюджет болған отбасыларда бір-бірлеріне сюрприз жасау қиын. Өйткені ақшаны бір шет тастайсыңдар ғой. Сен лишний раз бір-біріне жаңағыдай кафеге шақыру, там, не знаю, сюрприз жасап гүл беру деген нәрсе, сыйлық беру, с этим сложновато будет. Поэтому это надо обговаривать на какие-то сюрпризы, ну, в целом на житие-бытие өзінің қалтаңда артық ақша болу керек деп ойлаймын. И вот этот вот раздельный бюджет с учетом общих семейных расходов, сондай документ болу керек. Это нужно ввести изначально. Бала саны изначально договариваться должны. Сосын мен ең жақсы көретін лайфхагым, баланың ортасында неше жыл? Кемі 4 жыл. Не надо жылдан кейін, да, это жандай. Бір-бірмен бит өсіп кетеді, ол бит өсіп кетпейді ол.
ертең кішкентай кезде бала это не такой большой расход. Оқуға түскен кезде потом у детей будет конкуренция и обида друг на друга. Потому что егер сен балалар оқуға түсетін кезде ақшаң болмаса, олар грантқа түсе алмаса, тебе придется каким-то ребенком пожертвовать, ол оқуға түспейді. Өйткені сен оның оқуын төлей алмайсың. Сосын ол өмір бақи обычно қыздікін төлемейді. Обычно сен байға кетесің ғой, ертең сен колледж ба бір оқи сал дейді да, ұлға универге төлейді, ол оқымайды да. Ол коридорда бітіреді ғой, ол оқымайды да, оған ақша құртады, оқымайды. Мы это видим почти везде. Это факт. Ал қыз өмір бақи жылайды, мен оқытқан жоқ, менің ағамды оқытты, мен інімді оқытты деген сияқты. Подумайте, зачем делать проблему, когда можно проблему не делать? Да? Просто проследить, просто отвечать за свои биопродукты. Дұрыс қой? Рас. Балалар ренжіп жатқан шығар, мы биопродукт. До эмбрионального состояния это просто биопродукты. Окей. Поэтому осы мәселеде ақша бұл маңызды деп ойлаймын. Ты что думаешь? Иә, ақша өте маңызды нәрсе. Ол менің бір жақсы көретін мұғалімім айтатын. Махаббат, ол жақсы дейді, бірақ нанға ақша біткен күні махаббат та бітеді дейді. Сондықтан махаббат әрине ол в прямом смысле бітіп қалмайды, бірақ алғашқы сызаттар пайда болады да, сол кезде жаңағыдай күрсіністер пайда болады, жаңағыдай мен тауып жатырмын барлығын. Сосын ең жек көретін жалпы асырау деген сөздің этимологиясын қатты жек көремін, отбасында әсіресе. Мен осы отбасын асырап отырмын. Бір болады ғой. Ит асырап отырмын. Иә, ит асырап отырмын, оң қой асырап отырмын, 5 қозы асырап отырмын, ертең осылар қойып бордақылап сатам деген сияқты бір әуелден мағынасын отбасының сондай бір құнсыздандырып тастағанда, мен мына байқұстарды асырап отырмын. Бұлар менің үйімде тұрып жатыр. Мен бұларға зарплата алып келіп, осылардың нанын жаңағы беріп жатырмын деген сияқты. Асырау деген сөз маған сол үшін ұнамайды. Бүкіл романтиканы, бүкіл отбасының құндылығын, бүкіл жылулықты, жаңағы ортадағы сезімдерді, сыйластықты құртатын сияқты да сол сөз негізі. Сосын мынандай нәрсе бар. Ер азаматтар жаңағы мен асыраушымын деп өздеріне жүкті артып алады. Жаңағы қоғамдық патриархалдық қоғамның несі, сен асыраушысың дейді да, артып алады да, ол жаңағы до конца тістеніп мен асырайын бұларды деп шаршайды. Сосын шаршаған кезде жаңағыдай стресс, күйзеліс, неше түрлі жаңағы стресстің шығуы, әңгімелер басталады. Өздері жаңағы көмеді сол нәрсеге. Сосын әйел кінәлі болады оған. Сен неге осының бәріне көнбейсің, осының бәріне? Мен сені асырап отырмын ғой, сен енді осыған көнуің керек дейді. Бірақ әйеліңді тірі адам тура сен сияқты ол да шаршап жатыр. Сенің шаршап жүргеніңнен ол да шаршап жатыр. Сондықтан сол нәрсеге жеткізбей, осының барлығын әуел бастан сөйлесіп алу керек. Эрих Фромның «Искусство любви» деген керемет трактаты бар. Сол жалпы махаббаттың қарым-қатынастағы сурет дейді. Қарым-қатынаста жалпы махаббаттың түрлерін барлығын айтады. Соны айтады, кез келген искусство дейді, мысалы сурет өнері, кино өнері, жазу өнері, барлығына біз оқимыз, үйренеміз дейді. Бірақ неге біз адами қарым-қатынастағы махаббатқа үйренуге тырыспаймыз дейді. Шын мәнінде солай. Неге біз соған келген кезде Құдайға жібере саламыз онды, бұйырса деп жаңағыдай, жусан өсіп шығады деген сияқты ше. Қуаңшылық жылдарда болуы мүмкін ғой, жусан өспеуі де мүмкін. Сондықтан ол нәрсеге де үйрену керек. Басынан сөйлесіп үйрену керек. Ең басынан жаңағыдай ұсақ түйек мәселелерді. Но бізде өкінішке қарай, енді менің өзімнің көп өткізген кейстарым, жаңағы айналамдағы қыздардың өзім басынан өткізген кейстар, барлығы дейін өте қатты сыпайы, өте қатты қанағатшыл, әсіресе қыздар алғашқы свиданияда тамақ ішпейші, бүйтіп шұқылап, мен өзі сондай бір тамақты аз жейтін адаммын, жалпы өте сондай бір тиянақшыл, жаңағы бір қанағатшыл, ешқандай артық ауыз жаңағы сөзім жоқ, қимылым жоқ, салат қана жеп сол жаңағы. Соған жігіт соған сеніп қалады. Ол жігіт жаңағы байқамен келеді, бір досының айдап кеткен, соған бір спортивкасын келіп алады, екінші досының. Сөйтіп ол келеді. Анау қызды ойлайды, мынау жігіт жаңағыдай молодец екен дейді. Анау жігіт ойлайды, мына қыз молодец екен, тамақты аз ішеді екен, бұны асырау оңай болатын сияқты дейді. Сөйтіп алданып қалады да бір-біріне. Сосын ол барлығы үйленгеннен кейін ашылады ғой, енді сен 365 күн жаңағы салат жей алмайсың да. Сен жаңағы дөнер жегің келеді, торт жегің келеді, жаңағы сыйлықтар алғың келеді. Сол кезде бүкіл теркалардың барлығы басталады. Өкінішке қарай енді
ажырасу жаңағы біздің қоғамда көп деген жаңағы ұрандар, осының барлығы қорқытулар. Қорқытулар барлығы тойдың үстінде тұрып алып жаңағыдай бір жастықта қартайыңдар деген бір гарантийный талон беретін сияқты да, осыменен сен қайтсең де соңына дейін жетуің керек деген сияқты. Но оның барлығы бізді бір екіжүзділікке алып келетін сияқты. Біздің қоғамды жалпы үйлену мәселесінде, махаббат мәселесінде, отбасы құру мәселесінде ең қиыны осы жерде жаңағы еркекте жеңілмейді, әйел де жеңілмейді. Бірақ ұтылатын бірінші кезекте ортадағы балалар болады. Өкінішке қарай. Жаңағы бұйырса деп отырған балаларды өкінішке қарай біздің қоғамда әсіресе ер адамдар ажырасқан кезде баламен міндетті түрде ажырасады. Шешесінен де ажырасады, баладан да ажырасады. Енді көрмейміз дейді. Баланың былай қарап тұрсаң, енді әкесінің туыстары мынау әйелден туған баламен біз сөйлеспейміз деп кетеді. Сонда ортада бала қалып қояды. Жаңағы күйеуді дұрыс таңдамаған әйел де қатты опынбайды. Әйелді дұрыс таңдамаған, онымен басында дұрыс сөйлеспеген еркек те қатты опынбайды. Ең соңында бүкіл травмаларменен, бүкіл травмалардың несіменен, коробкасыменен бала қалады. Сол үшін бұл мәселелердің барлығы ең басында айтылып алу керек. Махаббат жақсы, жаңағыдай отбасы құру жақсы, бірақ оның алдында қазақ өзі айтып кеткен ғой, негізі үйлену оңай. Біз қырылып дайындаламыз тойға. Үйлену ең оңай нәрсеге біз өлтіріп дайындаламыз. Жаңағы ақша жинап, тиктокта бір күшті тренд бар ғой. Есіктің алдын ремонттау үшін ұзатылам деп айттым дейді. Ой, біздің қазақтар ондайды қатырады, жаңағыдай бала үйленейін десе болды, құдалар келе жатыр, үйді жинаңдар, андай өмір бойы ол үйде барлығы сондай супер жаңа ғана 15 жыл бұрын обойды кафельді ауыстырмайды, тойға ауыстырады. Тойға ғана ауыстырады. Сондықтан ондай нәрселер басқа нәрседен басталу керек сияқты. Балам, сен үйленуге дайынсың ба деген сұрақтан бастау керек. Біздің үй дайын ба үйленуге емес. Балам, сен дайынсың ба? Тұрмысқа шығуға сен дайынсың ба? Ол балаға сен не берейін деп жатсың? Ол қызға сен не берейін деп жатсың? Деген сұрақтардан басталу керек сияқты. Атак тойда тұрып алып, жаңағыдай бір жастықта қартайыңдар деп айту, ол ең оңай шаруа былай қарап тұрғанда. Сондықтан барлығы тойда емес қой жалпы. Негізі біздің қоғамда 90% проблема отбасындағы тойдан, именно той себепті басталады. Кредитке жасалынады. Кредитке жасалынады. Сосын жаңағы сен қымбат көйлек алып қойдың, сен қымбат сақин алып қойдың, ана жақ маған 10 алтын алып келді, мыналар бізге 5-ақ алтын алып келді. Керек емес ұрыстар ғой негізі. Содан басталады, алғашқы заттар содан түседі, ал біз одан кейінгі шынайы отбасы өмірге өте сирек дайындаламыз. Ондай отбасыларды көрмедім мен кәдімгідей, заранее вообще отбасы деген ол үлкен проектке алдын ала дайындалғандарын мүлдем көрмедім мен. Жалпы махаббат деп жатсың ғой, мен ойлаймын да. Жоқ махаббат деші. Жоқ, махаббат дегеніміз не деген мәселеде ең бірінші менің ойыма келетін нәрсе ол түсіністік. Сен түсінсең, сен жақсы көресің ол адамды. Менің ойым солай. У вас не так? Или у вас там страсть, не могу, качели, әткеншек, сондай ма? Ғашық құмарлықпен ол екі жол деген Абай атаң айтып кеткен. Андай ше, әткеншек, люблю, не могу, сосын жоқ, блоктап, бір-бірлен. Вот это, да, махаббат менің ойымда, махаббат ол бірінші кезекте ол түсіністік. Ал түсіністік оның артында коммуникация, осындай тақырыптарды ашық сөйлесе алу, қорықпай сөйлесе алу. Сонда сен шынымен жаныңмен жақын боласың. Жаның жақын болған кезде сырттағы проблемаларды шешу оңай, сен келісе аласың өйткені. Жаның жақын болған кезде. Ол үшін әрине құндылықтар сәйкес келу керек, ол үшін көп нәрсе сәйкес келу керек. Сол жаңа айтып отқаным, алғашқы сигнал, егер сен бір сұрақты қоюға ол адамнан қорықсаң, ұялсаң, ол уже сенің адамың емес деген сөз. Әсіресе сол қорқам дейді көп қыздар жаңағыдай. Ондай сұрақты айтсам, қойсам, ол басқа қыз тауып кететін сияқты. Ол там жаңағы мен жалмауыз деп айтады. Қасқыр деп айтады, жалмауыз деп айтады, тағы не бар бізде? Тарелочница деп айтады, чайка деп айтады деген сияқты жаңағыдай. Қорқу ол уже сигнал ғой негізі. Ол адам сенікі емес, сен оған қорқып тұрсың. Уже сигнал, уже нехорошо. Жалпы қаржы мәселесінде егер заканчивать эту тему, қаржы мәселесін осы этапты жабатын болсақ, ол некелескенге дейінгі қаржылық статусты да білу қажет. Кредитный бюродан справка алып көрсетіп, черный спискта емессің ба, кредиттерің, менен жасырған кредиттер, оны білу керек та, ол нәрсе. Кредиттер болса үйленбеу керек деген мәселеде емес, просто ол нақты айталу керек та, ол кредитті үйленгенге дейін жаба ала ма ол.
чем тойға ақша құртқанша ол кредитті жауып кірсе некеге. Оның черный спискта болмауы неге жақсы? Өйткені ипотекаға үй алуға болады. Да, это нужно понимать, об этом нужно разговаривать заранее. Сондықтан да бір-бірлеріңізге қаржылық жаңағы статустарыңызды анықтау это норм. Сосын келесі ең маңызды пункттардың бірі бұл денсаулық. Полный жаңағыдай чекап өтіп, денсаулықты тексеріп, справка алмасу керек. Справка алмасу керек на все инфекции, на какие-то хронические заболевания, все, потому что дети появятся скоро. Ол сондай өте көп жағдайда жігіттер үйленгенге дейін жүрет, всякий букет венерических заболеваний, и үйленгеннен кейін әйелде сразу проблемы. Молочница, вот это кандида, все. Почему? Потому что мужик до этого гулял и не предохранялся. Да, такие проблемы тоже могут быть. Поэтому, по-моему, Өзбекстанда заңды тұрғыда солай қарастырылған. Бізде Қазақстанда ондай жоқ. Яғни медицина ЗАГСке сол медициналық справкаларды тапсырып бару. Мынандай нәрсе де бар еще. Пәк жігіт болуы да мүмкін да, ешкіммен жүрмеген. Да? Бірақ жаңағы инфекциялар ол не только жыныстық қатынастан болуы мүмкін. Ол баняға барады, жаңағы туалетте бір жерден жұқып кетеді. Некоторые баняда жұқпайды. Жоқ, только в сексуальный контакт. Бар ғой, ондайлар бар. Жігіттер қуақтан күлесіледі. Ой, мен ешқаққа барған жоқпын, баняға жігіттермен барған кезде деген тема. Нет. Нет, давай бір 20 шақты список бар инфекцияның, соның бір 2-3-еуі левый жақтан жұқып қалуы мүмкін. Гуглите. Иә. Бірақ андай бірден жігіттердің барлығы жүргіш деп андай оны сразу крест қойып тастауға да болмайды да. Бірақ сауатты түрде сөйлесе алу керек. Мынау міне тұрады ғой, ертең анализін алып келеді, ол просто инвивиға барасың да тапсырасың, 20 шақты инфекцияның тізімін береді саған. Мынаның қанында мынау бар деп ше, мысалы. И сол кезде сен мынау қайдан келді саған? Так, мынау жыныстық қатынастан болады, мынау мынадан болады, мынау мынадан болады деп айтып отырсаң, сұрақтарыңа жауап беруге дайын болу. Жалпы ондай справканы, егер сіздер жаңағы үйленгенге дейін жыныстық қатынаста болатын болсаңдар, ол сол кезде тапсырылу керек ол. Жалпы, если на то пошло, не так, чтобы любовь, страсть, все дела, мы все забыли, бас айналды. Нет, это нормально, когда вы запрашиваете друг у друга справки на инфекции, и потом только... Это абсолютно нормально. Ол жауапкершілік, денсаулыққа деген жауапкершілік, ол және ортақ бюджетке деген жауапкершілік. Конечно. Өйткені үйленгеннен кейін біраз ақша кетеді негізі, екі жақтың да емделуіне. Өйткені әртүрлі инфекциялар бар, одан ешкім қорғалмаған, ол одан ұялатын, одан қорқатын ештеңе. Көбіне жігіттер бармайды екен. Иә, білем. Егер қыздары сұраса, справка деген кезде, сен мені кім деп ойлап атсың? Сен сонда мен туралы сондай ойға, сонда сен мен сөзіме сенбейсің ба? Иә. Деп айтады, понимаешь? Сөйтіп айтады да. Сосын сен мен сенбейсің деп кетіп қаламасың? Да. Мужчины почему-то не хотят сдавать анализы на инфекцию. Анализ тапсырған күшті ғой, білесің өзің примерно қашан өлетініңді. Күшті ғой ол. То есть, вот осындай проблема көп жігіттерде бар. Яғни денсаулық мәселесі түсінікті ғой, да? Да, жазыңдар ма? Да. Тема секса, она должна обсуждаться до, приемлемо, неприемлемо, измена тақырыбы, что для тебя считается изменой. Для кого-то, допустим, просто лайк қою измена. А бізде кейбір тәтелер бар, любовницасы болмаса болды, а так бір рет бара берсін дейтін тәтелер де бар бізде. Понимаете? Разные есть. Юля дейтін. А есть... Андай тәтелер бар ғой бізде. Өзім әперем екінші қатында. Мырзама. Андай бар. Менің осындай асыл ер азаматқа бір қатын аздық етеді. Өзім әперем тоқалды дейтін әйелдер де бар. Мамасы кеткен ба? Да, уже мамасы кеткен. Понимаете? Қарым-қатынастар әртүрлі. Мы сейчас никого не осуждаем. И, соответственно, қарым-қатынас әртүрлі болған жерде измена тақырыбына әркімнің порог понимания әртүрлі. Это надо обговариваться до, да? Мысалы, коллективтегі қыздармен сен құшақтасып, амандасып, не істей аласың ба? Амандаса аласың ба жалпы? Бетінен сүйіп деген. Это окей для твоей невесты? Если нет, болса, онда тоже обговорите. Если окей, болса окей. То есть, каждый такие, да, с друзьями, достардың ортасында. Мысалы, сенің келіншегің досыңмен билей ала ма тойда? Тоже важный вопрос. Негізі, көп проблемалар содан басталады. Өте көп изменалар достардың ортасында болып, білесіңдер ма?
У меня такие драмы истории приходят. Мама, ананың досы, мынаның дегенше, это вообще что-то. Вот этот момент границы, личные границы в отношениях, это все надо обсуждать. Да? Оның бәрі ашық сөйлесу керек. А если сондай болса ше деген. Как это обсуждается? Давайте механически мы об этом подумаем. Да? Это обсуждается кинода. ТикТок, когда обсуждаешь, да, вот, допустим, бір-бірлеріңе бәрібір дәріке ТикТок жібересіңдер, да, вот что-то там переписываетесь. Жалақтайтын емес, сондай кейстер. Да, сонда жіберген кезде, что ты об этом думаешь? Егер осындай болса, біздің отбасымызда осылай болса, сен оған көзқарасың қалай? Жалпы осы туралы размышлять, да, рефлексия на такую тему, это нужно, конечно же, договариваться. Давай біз үйленетін болсақ, үйленгенге дейін әртүрлі тақырыптарда ашық айтып үйренейік. Ұялмай, қысылмай. Все равно үйленгеннен кейін ертең вы оголяетесь и телом, и душой. Жасырғаннан пайда жоқ та. Давай ұялмай, қысылмай, осы туралы сөйлесе берейік. Любой, да, вот темаларда. И об этом надо договариваться и каждую ситуацию обговаривать. Где-то поссоритесь, ничего страшного в этом нету. Где-то бір түсінікке келесіңдер. А если совсем көп құндылықтарда сәйкес келмесе, онда зачем жениться и тратить свое время? Солай емес па? Иә. Андай ғой, сосын бір үлкен иллюзия бар. Үйленгеннен кейін жөндеп аламын дейтін ше. Ол өте қатты шатастыратын, адамды адастыратын иллюзия. Тәрбиелеп алам. Иә, тәрбиелеп аламын. Ойлашы, 25 жыл бойы бір тәрбиеменен, бір әдетпенен, бір рөлдік модельменен өсіп келген адамды сен жаңағы неке түннен кейін өзгертіп алам деу, ондай бір сиқырға сену, бақсы балгерге сену менен бір дейді. Ол бір моменттерде саған уступать ету мүмкін, жаңағы, иә, мен енді мынандай әзіл айтпай-ақ қояйын, мына жерде саған там бір уступкалар жасайын деген сияқты, мынандай киім кимей-ақ қояйын деген сияқты, бірақ ішінде анау бәрібір бір күні шығады. И сол кезде қиын болады. Сондықтан алдын ала барлығын келісіп алу керек та, оның барлығын үйленгенге дейін. Жолдастар, толық нұсқасын көргіңіз келсе, төмендегі сілтемеге ерінбей өтіңіздер де ерінбей көріп шығыңыздар.